Қайырлы күн біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз және аяулы әжелеріміз. Бүгін біздің кішкентай аспаз ұлттық тағам байқауымызға қош келдіңіздер. Бұл сайыста біз балалармен ұлттық тағамды, дәстүрді насихаттау бағыты бойынша және әжелер мектебін жандандыру бойынша жұмысымызды жүргізіп жатырмыз. Ендеше біз бірінші кезең байқауымызды ашық деп жариялаймыз. Балалар, қазір біз бірінші кезең бойынша кішкентай аспаз шебер қолдар байқауы бойынша бауырсақ жасайтын боламыз. Барлығымыз бірге бауырсақ жасап көрейік. Hamurdan bausak süremiz. Altı set rasayız. Halkanı savarımız. Bayık masamız. Kandilin başkanı yağılayını Alşımızday bir ağlar sen pırğandağa Sarjısınğana orta pırğana Kanadı sayamız. Gezegin katıldı saramız. Üstüne yumurta saramız. Barıştayın bisküvi saramız. Barıştayın Kulağın yemişçede arızka salamaz. Barışı alma. Kendi bana salamaz. Tette ailemizde yemişçede kosamaz. Bizim de örneğin salatımız dahi multidenli, multifaydalı. Af olsun. Ay rahmet. Ал балалар, енді барлығымыз бірге тіске басар тәтті тоқаш дайындап жіберейік. Алдарыңызда тұрған тәтті тоқаштарды әдемілеп, оны сәндейік. Балалар, енді біз десепке тәтті мақта жасайық. Біздің балаларымыз бірінші кезең бойынша кішкентай аспаз шебер қолдар байқауы бойынша барлығын сәтті аяқтады. Енді келесі екінші кезеңге назар салайық. Екінші кезең аспазшылар сайысы. Бұнда балалар қай тағам пайдалы деген сұраққа жауап беретін боламыз. Барлығымыз бірге
тақтаға назар аударайық. Жеміс жидектер, кәмпиттер сұрақ қояды, сіздер жауап бересіздер. Иә, балалар? Сәлем балалар, мен алмамын. Айтыңдаршы, мен пайдалымын ба, әлде кәмпит пайдалы ма? Дұрыс айтасыңдар, менде көп дәрумен бар. Сәлем балалар, мен бананмын. Айтыңдаршы, мен пайдалымын ба, әлде газды сусын пайдалы ма? Банан пайдалы. Дұрыс, мен күш беремін. Сәлем достар, мен сәбізбін. Айтыңдаршы, мен пайдалымын ба, әлде чипсы пайдалы ма? Жарайсыңдар, мен көзге пайдалы көкөніспін. Сәлем достар, мен апельсинмін. Айтыңдаршы, мен пайдалымын ба, әлде тәтті торт пайдалы ма? Өте жақсы, менде көп дәрумендер бар. Балалар, қазір енді біз тағамның атауын тап деген ойын ойнап көрейік. Барлығымыз көзіңізді жұмамыз. Мен сендердің алдарыңа тағамдар қоям әртүрлі. Соның дәмін тату арқылы атауын айтамыз. Жақсы ма балалар? Не деп ойлайсың, Айбибі? Қандай тағам? Сүт. Жарайсың, дұрыс таптың. Қазір мен сенің аузыңа салып көрем, қандай тағам екен атауын салып көрем. Қандай тағам? Жарайсың, дұрыс таптың. Муслим, мен сенің аузыңа тамақ саламын. Қандай тағам екен айтып көр. Қандай тағам? Дұрыс айтасың, алма. Жарайсыңдар балалар. Барлық тағамның атауын дұрыс таптыңдар. Балалар, біздің келесі ойынымыз азықты ажырат деген ойын. Барлығымыз бірге тауып көрейік. Балалар, біз бүгін өте дәмді тағамдар жасадық. Айтыңдаршы балалар, қандай тағамдар жасадық? Ибрахим, сенің алдында тұрған не? Не жасадық? Балалар, қараңдаршы Ибрахимнің алдында тұрған. Тәтті тоқаш жасадық. Муслимнің алдындағы қандай тамақ? Қандай тамақ жасадық? Жент жасадық. Балалар, енді осы жасаған тағамдарымызды әжелерімізге ұсынайықшы. Балалар, сендер бүгін өте жақсы өнер көрсеттіңдер. Өздеріңнің мықты аспаз, күшті аспаз екендеріңді көрсеттіңдер. Енді сендерді мен марапаттайын. Біздің тапқыр аспазымыз Айбибі. Біздің белсенді аспазымыз Ибрахим. Біздің тапқыр аспазымыз Айтөре. Біздің ең белсенді аспазымыз Муслим. Балалар, барлығымыз бірге шапалақтаймыз. Ибрахим, енді біз әжелеріңе, сенің достарыңа, қолдарына су құйып, өздерінің жасаған тәтті дастархандарыңа отырайық. Көркеніңізсің, рахмет көп Ибрахим. Кішкентай аспаздарымыздың дайындан тағам істеуге ұнады ма? Ұнады. Жақсы дәмді болды. Керемет, біздің болашақ кішкентай аспаздарымыз. Асың, береке берсін басыңа. Ойын-байын жоқ болсын, дастарханың мол болсын. Бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Дүниелерің істесін балапандар. Жақсы дәмді